Ал қазіргі таңдағы қоғам назарын аударған оқиға Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттарының мерзімінен бұрын сайлау өткізу жайындағы үндеуі болса керек. Бұл экономикалық әрі саяси жағынан еліміз үшін тиімді, дейді қоғам қайраткері Таңат Сүгірбаев. Халық қалаулыларының үндеуі құптарлық бастама, себебі көпшіліктің алдында елбасы жариялаған 5 институционалды реформа мен 100 нақты қадамды жүзеге асыру міндеті тұр. Ал ол үшін жаңа қарқын, тың күш қажет, дейді Таңат Сүгірбаев. Расында да көптеген еліміздің экономикасына, саясатына, саяси өміріне байланысты заңнамалар қабылданды. Мысалы, сот реформасы, азаматтық кодекс, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар. Мұның бәрі ел үшін, бүгінгі халық үшін өте маңызды заңнамалар. Елімізде болып жатқан реформаларды жүзеге асыру үшін тың ой керек, тың кісілер керек. Сондықтан да тың идеясымен келетін адамдар керек.